Ассаламағалейкум, жаңа ұлу жылындағы алғашқы шығарылымды бастаймыз. Сіз жаңа жылды қалай қарсы алдыңыз? Ал президент жаңа жылды қастерлі мереке деп санамайды екен. Тоқаев үшін жаңа жылдан гөрі Наурыз мейрамы жоғары тұрады. Мұны жаңа жылды құттықтауынан да байқаған боларсыздар. Жылдағыдай безендіру, қолға сусын ұстап тілек білдіру деген атымен жоқ. Ал жаңа жылды құттықтауды әнұранмен бастағаны, тіпті оны Димаштың орындап шыққаны көз сүйсініпті. Алтын күн аспаны, алтыннан аласа, ерліктің дастаны, еліме қарашай. Жалпы дипломаттардың мерекеге салқын қанды қарайды дегенді естуші едік. Сол рас екен. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жылды көлемді сұхбатынан бастады. Оны Егемен Қазақстан газетінен оқи аласыздар. Ал оған ерініп отырсаңыз, сізге қысқаша түсіндіріп көрейік. Алдымен президент Тоқаевтан осындай тұшымды сұхбат алған Дихан Қамзабекұлына респект. Өйткені мақалада халықтың ойында жүрген біраз сұрақ қойылыпты. Бір байқағаным, бізгейде президент естімей қалады, білмей қалады дейміз ғой. Сөйтсек, ол кісі бәрін көріп, біліп жүр екен. Сұхбат барысында қаңтар оқиғасынан бастап ел азаматтарының қарыз қақпанына байланғаны, тіпті Назарбаевтың шығарған мемуарына қатысты пікірі де жарияланды. Қаңтар келсе, қаңтар оқиғасы еске түсетін болды. Бұл қаралы күн ел тарихында да қалатыны сөзсіз. Қанша қазақ отбасы қара жамылды. Ең сорақысы, жұрттың елең еткенін белгілі бір топ пайдаланып кетті. Президентке қойылған алғашқы сұрақта осы қаңтар оқиғасына қатысты болды. Президент әлі күнге дейін бұл оқиғаның қалай орын алғанын ойлап жүремін дейді. Сонымен қатар ол қасіретті қаңтар оқиғасына жылдар бойы қордаланған әлеуметтік экономикалық проблемалар, жалпы тоқыраудың билік пен қоғамды аздырып тоздыруы себеп болды деп кесіп айтты. Ал сол жағдайларды реттеу үшін 2019 жылы реформа жасала бастағанда белгілі бір тарапқа бұл жайттар ұнамаған көрінеді. 2021 жылы дайындалған арам пиғылдарын іске асыру үшін қаңтар көтерілісі оң жамбастарына түседі. Сөйтіп алаңға қарапайым халықпен ілесе шығып, түрлі қитұрқы әрекеттерін іске асырмақшы болады. Қаңтар оқиғасы аймақтарда жаппай тәртіпсіздік белең алып, жергілікті билік дәрменсіздік танытты. Ашығын айтсам, осы жаңа бағдарымыз кейбір ықпалды адамдарға мүлде ұнаған жоқ. Олар бұл өзгерісті елімізде әбден тамыры жайған жүйеге және билік құрылымдағы өздерінің ерекше мәртебесіне төнген қатер деп қабылдады. Мұндай адамдар елдегі өзгеріске астыртын, кейде тіпті ашық қарсылық білдіре бастады. Ақыр соңында реформаның бетін қайтарып, өздеріне ыңғайлы бұрынғы қалыпқа оралу үшін бәрін тас-талқан етуге шешім қабылдады. Тіпті Ақорданы да басып алмақшы болды. Алаңға шыққандарды тыныштандыру үшін Ресей әскерлерін елге кіргізуге қатысты да пікірін айтты. Бұл жерде мына жайтқа баса мән беру керек. Біз бұл құрылымның мүшесі ретінде Ресейге емес, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына жүгіндік. Сол кезде осы ұйымның төрағасы Армения еді. Биыл осы ұйымға Қазақстан төрағалық етеді. Құрылым жасағын шын мәнінде бітімгерлік рөл атқарып, қасіретті күндерде елді жайлаған жүгенсіздікті тоқтатуға ептігін тигізді. Бітімгерлік күштері лаңкестікке қарсы операцияларға қатысқан жоқ. Бірде-бір оқ атылған жоқ. Тоқаев елді екі президент билеуі мүмкін емес. Қалай десек те мемлекетте үлкен және кіші президент деген болмау керек деп санаймын. Кеттің бе, қайырылма деп кесіп айтты. Өзінен кейінгі президентке де осы қателікті қайталамауын ескертті. Айтпақшы, Тоқаев экс-президенттің жаңа кітабында оқып тастапты. Тіпті ел аузында жүрген 2 жылдан соң тағы референдум өткізіп, сайлауға түседі деген қауесетті жоққа шығарды. Елде конституциялық сот деген жоғарғы орган пайда болды. Оларға тіпті президенттің өзі пәрмен бере алмайды. Осылайша 7 жылдан кейін қайтадан басшылыққа отырмауды заң жүзінде бекітіп қойдық деді. Тоқаев елдегі шенеуніктерді сайладық, саяси науқанды аяқтадық, ендігі бар назар халықтың әл-ауқатын жақсартуға ойысу керек деді. Өйткені қарызға белшеден батқан халықтың жайын жақсы біледі. Тіпті несиелік берешекті азайтып, коллекторлық қызметке шектеу қойылды. Жұмыс жалғаса береді деді. Ал қазіргі жалпы ішкі өнім 256 миллиард доллар болса, бұл межені 5 жылдан кейін 450 миллиардқа жеткізуді көздеп отыр екен. Бұл жерде өтірік статистиканы сөйлетпей, нақты іске көшу керек. Ол үшін сыртқы инвестицияны арттыру керек деді. Көршімен сауда демекші, Қытайдан үрейленудің еш реті жоқ. Қазірдің өзінде екі елдегі алыс-беріс 25 миллиард долларға жетіпті.
Сол секілді Ресеймен де байланыс үзілмейді. Ал өзге мемлекеттерде болып жатқан саяси науқанды барынша назарда ұстап отырамын деді. Қыста бүрсеңдеп отырған халықтың мәселесінде көріп біліп отырмын. Елдегі ескірген жылу орталықтары мен тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағы мүшкіл ахуал көп жылғы салғырттықтың салдары. Бұл жайт ақырындап шешілетін болады. Қазақстанда атом электростанциясы салына ма? Президент нақты жауап берді. Азаматтар референдумда дауыс берген кезде АЭС салуды жақтаған немесе қарсы болған сарапшылардың дәйекті пікірлерін барынша таразылап, ой елегінен өткізіп барып шешім қабылдауы тиіс. АЭС саламыз ба, салмаймыз ба, оны халық шешеді деді. Түптеп келгенде энергетика қауіпсіздігі мәселесін геосаяси мүдде емес, нақты қажеттілік пен мүмкіндіктер тұрғысынан қарастырып, ғылыми зерттеулер негізінде шешкен жөн. Айтпақшы, Тоқаев шенеуніктерді не үшін ауыстырып, жас кадрларды билікке жақындатып жатқанын түсіндірді. Сөзінше, жас маман тәжірибе жинауы керек. Жас басшыларға көбінесе осы тәжірибе жетіспейтін көрінеді. Менмендігі және өзіне деген сыни көзқарастың әлсіздігі кейде олардың өз қарым-қабілетін жоғарғы деңгейде көрсетуіне кедергі келтіреді. Соған қарамастан біз жаңа буыннан шыққан кәсіби мамандарға мүмкіндік беріп келеміз. Бұл саясат алдағы уақытта да жалғасын табады деді. Шынымен де қызметкерлеріне аса талапшыл Тоқаевпен бірлесіп жұмыс істеу қиын. Сол себепті нақты істі көрсетуі тиіс. Сән салтанатты ұнатпайтын президент әсіресе үкімет кабинетіндегілерден үлкен үміт күтетінін жеткізді. Жаңа жыл тек жаңа белестердің бастауы екендігін атап өткен президент отандастарына толағай табыс тіледі. Президенттің толық сұхбатын Егемен Қазақстан газетінен оқи аласыздар. Сіз не дейсіз? Пікіріңізді қалдыра отырыңыздар. Аман сау болайық.